Мгм. Даусым жақсы естіліп тұр ма? Экран көрініп тұр ма, әріптестер? Иә, көрініп тұр. Мгм. Көп рахмет. Мен қазір осы жаңа оқу жылына бастапқыда қандай іс-әрекеттерді жасау керектігі туралы айтып өтемін сіздерге қадам-қадам бойынша. Әрі қарай вебинар аяқталуына келген уақытта сіздерде тағы да жарты сағатыңыз болады. Сұрақтарыңызды қойып шығуға мүмкіндік болады сіздерде. Ал бастайық. Қазір экран алдыңызда тест мектебі көрініп тұр. Енді мен яғни бастапқыда сіздер күнделік кезет сайтында жұмыстарыңызды бастадыңыздар, бірақ мүмкін бастамаған мектептер бар шығар. Сондықтан мен айта кетейін. Ең бірінші жасайтын іс-әрекеттеріңіз жаңа оқу жылында бұл есептік кезең. Есептік кезең дегеніміз бұл 90-дардың басталу және аяқталу күндерін белгілеу, және де осы күндерін белгілеудің негізінде сіздер сабақ кестесін жасайсыздар. Есептік кезеңді жасау үшін әкімшілік ету парақшасына өтесіздер. Әрі қарай кесте деген блогында есептік кезеңдер дегенге басу қажет. Одан кейін кезеңді құру. Мұнда сіздерде бос жазба, бос тұрады, бос бет тұрады. Әрі қарай кезеңді құру атауына жалпы айтқанда әрбір мектептің ішінде екі есептік кезеңді жасау керек. Бірінші есептік кезең нөлдік және де бірінші сыныптарға арналған. Егер нөлдік сыныптар бар болса мектепте, екінші есептік кезең 2 мен 11-дің 11-ші класстарға арналған етіп жасауларыңыз қажет. Сондықтан мен қазір мұнда атауында 01 сыныптарға арналған деп жазайын. Міндетті түрде типін 90-дар деп таңдаңыздар. Модульдер деп таңдауға болмайды. Әйтпесе журнал ашылмай қалады. Сондықтан 90 деп таңдау қажет. Әрі қарай таңдағаннан кейін бірінші, екінші, үшінші, төртінші 90 және де осы 90-дардың басталу аяқталу күндерін енгіземіз. 27-сі 10 2023 бұл оқу ағарту министрлігі жариялаған күндер болып табылады. Сондықтан қазіргі таңда мектептер осы мен қазір экранның бетінде көрсетіп тұрған күндерді пайдаланады және де өздерінің есептік кезеңдеріне енгізеді. Міне назар аударыңыздар, міндетті түрде 1-ші қыркүйекті де кіргізу керек, 25-ші мамырды да кіргізу қажет. Екісінен бастап емес, бірінен бастап қосасыздар. Себебі бұйрыққа сәйкес оқу күндері 1-ші қыркүйек күні басталады. Бұл сұрақ жаңа туындады. Салтанат Мұхамедханова жіберген болатын. Сондықтан қазір алдын ала жауап бере салайын сіздерге. Әрі қарай деп басамыз. Одан кейін бұл есептік кезең 0-дік және 1-ші сыныптарға арналған. Сондықтан біз ақпан айында 5 мен 11 аралығында мерекелік күндер деп белгілейміз. Себебі 1-ші сынып оқушыларында қосымша демалыс күндері болады. 3-ші 90-ның ортасында. Сондықтан сабақ кестесінде ешқандай қателіктер болмас үшін осы күндерді мерекелік деп белгілеу қажет сіздерге. Әрі қарай жасау деп басамыз. Есептік кезең сәтті түрде жасалды. Мерекелік күндер белгіленді болды. Енді осы есептік кезеңді сыныппен байланыстыруға болады. Енді екінші есептік кезеңді жасаймыз. Кезеңді құру. 2-11 сыныптарға арналған 90-дар. Әрі қарай тура осы күндерді таңдауымыз қажет. Жиырма сегізі міне осы күндерді таңдаймыз. Әрі қарай бірақ осында ақпан айын біз бос қалдырамыз, яғни ешқандай мерекелік күндер жоқ. Жасау. Яғни біз екі есептік кезеңді жасадық сәтті түрде. Бұл бірінші іс-әрекет. Екінші іс-әрекетіміз бұл қоңыраулар кестесін жасау. Мұнда тұрған қоңырауларға басамыз. Әрі қарай егер сіздердің мектептеріңізде қоңырау бойынша ешқандай да бір өзгерістер болмаса, онда жаңадан жасаудың қажеттілігі жоқ. Бұрыннан жасалғанды пайдалануға болады. Егер бір өзгерістер бар болса, мысалы, бұл сабақтың уақыты 45 минут, 40 минут
әртүрлі болуы мүмкін. Бірінші ауысым, екінші ауысым. Егер өзгеріс болса, жасайсыздар. Болмаса, жасаудың қажеттілігі жоқ. Жасау жолын көрсетейін. Мұнда тұрған плюс екен батырмаға басамыз. Әрі қарай атауына ауысымның атауын қоямыз, өзіңізге түсінікті болу үшін. Әрі қарай мұнда тұрған сабақтардың белгіленуі бірінші немесе нөлдік сабақтан бастау. 0 бар болса 0 деп қоясыздар. Қоңыраулар кестесінің типі толық аптау үшін бірдей. Әрі қарай мұнда құсбелгімен қанша сабақ болады? Мысалы, сыныпта 7 сабақ болса 7-ге дейін құсбелгілерін қойып шығуларыңыз қажет болады. Енді бірінші сабақтың басталу және аяқталу уақытын қоямыз. Осылайша барлық 7-6 сабақтарды толтырып шығуларымыз қажет. Сақтауды басамыз. Барлығы толтырылғаннан кейін жариялау дегенді қою керек. Жарияламасаңыздар, ол шықпай қалады. Сыныптың параметрлерінде. Әріптестер, сурет салмаңыздар, өтініш. Әрі қарай біздің келесі қадамымыз бұл сыныптармен жұмыс жасау. Көптеген мектептер әлі сыныптарын жаңа оқу жылына ауыстырған жоқ, сондықтан біртіндеп бастайын. Бірінші сыныпты біз жаңа оқу жылына ауыстырмаймыз. Біз оны биыл жасаймыз. Яғни жаңа сыныпты жасауымыз қажет. 23-24 оқу жылының сыныптар тізіміне кіріп, плюс деген батырмаға басамыз. Әрі қарай сынып коды, мысалы 1А. Сынып типі мұнда тұрған қатты жазылған жазбаларды толтыру міндетті түрде. Ал қалған жазбаларда, мысалы, қатты емес, қарапайым текстпен жазылған, оны толтыру қажет емес. Немесе толтырам десеңіздер, толтырыңыздар, бірақ ондай талап жоқ. Оқу тілі, параллель. Параллель бұл сыныптың оқу жолы. Яғни бірінші класс болса, бірінші параллель болады. 7 болса 7. Түлектер сыныбы деген тек қана 9 және 11 сыныптарда басылады. Басқа сыныпта, басқа жағдайда басудың қажеттілігі жоқ. Журнал түрі жиынтық бағалау журналы. Есептік кезең 0 бірінші сыныптарға арналған. Жаңа біз жасаған есептік кезеңіміз. Қоңыраулар кестесі бұл қандай ауысымда оқиды? Бірінші ауысымда деп бірінші ауысымды таңдаймыз. Сабақтардың белгіленуі 0-дік номерлерін өшіру немесе 0-дік номерлерін қосу. Бізде 0-ші сабақтар жоқ, сондықтан өшіруді басамыз. Әрі қарай сынып жетекшісін таңдаймыз. Бұрыннан бар қызметкерлер бар болса, соның арасында болады. Егер жаңадан адам келсе, онда біріншіден осы кісіні қосуларыңыз қажет. Одан кейін сынып жетекшісі ретінде жұмысқа кіру күнін қоямыз. Нақты биыл осы оқу жылында, яғни 23-24 оқу жылы ретінде біз мысалы 2005 деп қоймаймыз, 2023 деп қоюымыз қажет міндетті түрде. Себебі осы сыныпта бұл сынып жетекшісі 23-ші оқу жылынан бастап болады. Жасау. Сыныбымыз сәтті түрде жасалды. Әрі қарай оқушыларды қосу керек ішіне. Бұл жаңадан жасалған бірінші сынып. Оқушылар әрі қарай мұнда бірде-бір оқушы қазіргі таңда жоқ. Оқушыларды қосудың екі әдісі бар. Сыныпқа қосу дегеніміз бұл біртіндеп оқушыны қосу. Мұнда тұрған жаңа тұлға немесе жүйеде бар пайдаланушы. Жаңа тұлға дегеніміз бұл басынан бастап бір аккаунтты тіркеу. Жүйеде бар пайдаланушы бұл басқа мектептен келіп тұрса, сізге бала өзі открепительный талонмен бірге келеді. Сол талонның ішінде логин тұрады. Сол логинмен кіргізесіздер бұрыннан бар оқушыны. Бірақ бұл бізде бірінші сынып болған соң жаңа тұлға деп қосамыз. Әрі қарай сыныпқа келу күні мына күннен ерте болмау керек. Себебі біріншіден бала мектепке қабылданады. Сосын барып сыныпқа қабылданады. Сондықтан мектептегі келу күні сыныпқа келу күннен бұрын болу керек, немесе бірдей. Мектепте дейінгі мекемеде болуы, яғни болуы, бала балабақшада оқыды ма, оқымады ма, соны белгілейсіздер. Бұйрықтың номері, бұл қабылдау туралы ақпарат.
Басталу күні кез келген күнді қоюға болады. Егер егер жазда, яғни маусым айымен қабылданса оқушы, онда сол күнді қоюларыңыз қажет. Бұйрықтың типі қабылдау, тегі, туған күнін, жынысын қоямыз. Қалған деректер енгізу міндетті емес, сондықтан біз ең керекті деректерді енгізіп шықтық. Әрі қарай деректерді растаймыз, жасауды басамыз. Міне оқушы сыныптың ішіне сәтті түрде қосылды. Бұл жаңа пайдаланушы болған соң, сіз оның ата-анасына немесе класс жетекшісіне осы логин және парольді берсеңіздер болады. Егер көптеген балалар бар болса, 30, 20, 40, 100 адам болса, онда бұл логин парольді әкімшілік ету, шақырулар дегенге кіріп, мына жерден алуға болады. Шақырулар деген бөлімінен барлық логин парольдер тұрады. Және осы жерден, мысалы, класс бойынша таратып беруге болады. Мысалы, 3R сыныбы табу деп басамыз. Оқушылар, сосын мына жерде сыныптың атауын, бізде 715 оқушымыз бар екен, және де қажетті оқушылар таңдауға болады. Болмаса жалпы барлық балаларды таңдап басып шығаруды басатын болсаңыздар, логин және парольдің жаңағыдай баспа формасы ашылады, және оны басып шығарсаңыздар, әрбір сынып жетекшісіне беруге болады. Бұл ыңғайлы жолы. Келесі жолы сыныпқа қосу, бұл импорт арқылы қосу. Әкімшілік ету, сыныптар тізімі деп өтеміз. Біздің сыныпты таңдап, оқушылар импорттау дейміз. Импорттаған уақытта, әріптестер, қосымша дайын түрдегі файл бар. Сол файлдың ішіне сіздерге керекті деректерді енгізуге болады. Ол үшін мұнда тұрған сілтемеге өтеміз. Бұл сілтемеде нақты толық инструкция бар. Және де ең астына түсетін болсаңыздар, мұнда файлдардың тізімі тұрады. Және де импорттау үшін оқушылар тізімі деген батырмаға басасыздар. Файл импортталатын болады. Және де осы файлдың ішіне сіздер өзіңізге қажетті балалардың тізімін енгізесіздер, әрі қарай осы файлмен импортын жасай саласыздар. Міне, бұл жаңағыдай шаблон. Осы шаблонға кіргізіп ақпаратты импортты жасауға болады. Мен импортты тоқтай кетейін, себебі біз қазір сыныптар бойынша ақпаратты айтып жатырық. Яғни сіздер түсіндіңіздер деп ойлаймын. Бірінші сыныптарды міндетті түрде жаңадан жасау керек. Енді келесі сыныптар бұл 2-ден бастап 8-ге дейін, және де 10-шы сыныптар. Бұл сыныптармен жұмыс жасаған кезде өткен оқу жылынан жаңа оқу жылына аудару керек. Міне, 22-23 оқу жылына өттік. Көк түсті болып тұр. Көк түсті болып тұрса, бұл белсенді сынып деген сөз. Сондықтан оны ауыстыру үшін сыныптың үстіне басамыз. Әрі қарай 23-24 оқу жылына ауыстыру. Жалпы сынып. Әрі қарай сыныптың жаңа атауы, бұрынғы атауы 4AB. Жаңа атауын енгіземіз. Түлектер сыныбы деп баспаймыз, себебі бұл 9 немесе 11 емес. Бұйрықтың номері, күні, оқушыларды жыл соңында келесі сыныпқа көшіру туралы бұйрықты таңдаймыз, әрі қарай растаймыз деректерді, ауыстырамыз. Міне, сынып сәтті түрде балалармен бірге 5Б сыныбына ауысады. Бұл сыныпта бала жоқ, бірақ жалпы айтқанда, егер 20 бала болса, 4Б-да 5Б ретінде 20 бала болып ауысып кетеді. Ал егер сыныптарды ауыстырмай тұрып, балаларды сізге шығару қажет болса, мысалы, маусым айында кетіп қалғандарды, қазір мен сіздерге жолын көрсетейін. 2023-24 оқу жылына кіреміз. Әрі қарай сыныпты басамыз. Оқушылар
шығаратын оқушының жеке параметрлеріне кіру үшін кілтке басу қажет. Сосын мектептен шығару. Оқудан шығару типін міндетті түрде нақты деп таңдауларыңыз қажет. Қате салдармен деп таңдауға болмайды. Себебі ол қате салдармен шығып кетсе, оның барлық бағалары, үй тапсырмалары және сабақ тақырыптары туралы ақпарат олар жоқ болып кетеді. Сондықтан есепті тапсырған кезде тексеріс болып қалса, балалардың саны жетпей қалуы мүмкін. Сол үшін нақты деп таңдауымыз қажет міндетті түрде. Сол кезде бала өткен оқу жылының журналында қалады және оның бағалары да көрініп тұрады. Енді мұнда мүшеліктің аяқталу күні деген кезде біз 2023 тамызға дейін ғана күнді орната аламыз. Себебі күнделік кезет жүйесінде оқу жылының даталары өтіп кеткен оқу жылының күні 31 шілдеге дейін, жаңа оқу жылының датасы 1 тамыздан басталады. Мүшеліктің аяқталу күнін қояйық. 1 шілде деп қоямыз. 1 шілде деп қоямыз. Егер нақты шығару күні оның мысалы тамыз айында болса, онда біз біріншіден осы баланы шығарамыз, сосын барып күнді дұрыстаймыз. Шығу себебін қоямыз. Бұйрықтың номері, шығу туралы бұйрық, әрі қарай. Шығару. Оқушы сәтті түрде шығарылды. Енді бұл егер де бұл оқушы тамыз айымен шығып кететін болса, онда мұрағатқа кіреміз. Одан кейін оқушының парақшасының параметрлеріне кіреміз. Көшу дегенді таңдаймыз. Және де мұнда тұрған шілде дегенді тамыз айына ауыстырамыз. Мысалы, тамыздың 15-і деп. Тамыздың 15-і біріншіден мектептегі кету күнін қоямыз. Одан кейін барып сыныптағы кету күнін ауыстырсақ болады. Яғни бұл ешқандай қиындық жоқ. Осылайша барлық 2 мен 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 және 10-шы сыныптарда ауыстыруларыңыз қажет болады. Және 10-шы сыныпты. Енді 9-шы сыныпта ауыстыру жолын көрсетейін. Біріншіден шығып кеткен балаларды шығару керек 9-шы сыныптан. Одан кейін 9-шы сыныпты бітіргізіп шығару керек. Ол үшін сыныптар тізіміне өтеміз. Өткен оқу жылын таңдаймыз. Қазір. Мысалы, мынау біздің 9-шы сыныбымыз. Қазір мен 9 деп қояйын. Міне, бұл 9-шы сыныбымыз. Біріншіден, біз бұл сыныпты түлектер сыныбы ретінде белгілеуіміз керек. Өңдеуге өтеміз. Мұнда тұрған түлектер сыныбы құс белгісін басамыз, сақтаймыз. Сақтағаннан кейін қарап шығу бетінде сыныпты бітіргізіп шығаруды басу керек. Оқуды бітіру күні 1 тамыз айына дейін күнді орнату керек, сондықтан 31 шілде деп қоямыз. Әрі қарай бұйрықтың номері, яғни мектепте сыныптарды бітіргізу туралы бұйрық, әрі қарай шығу туралы бұйрық, және де мұнда тұрған балалардың тізімі тұрады. Балалардың тізіміне сіздер аттестаттар туралы деректерді енгізулеріңіз қажет. 9-шы сынып болған соң бұл құжат типі негізгі орта білім туралы аттестат қойылады. Сериясы деген жерде НОП деп жазамыз. Негізгі орта мектебі. Орта білім беру мектебі. Егер 11 болса, онда жалпы болады. Әрі қарай серияның жанында номер тұрады, 6 сан. Тіркеу номері бұл аттестаттың астыңғы жағында, астыңғы бетінде шығады. Есепке алу кітабындағы жазба номері, бұл кітаптағы қай номерде аттестаттарыңыз жазылған, сол номерді жазамыз. Осының барлығын толтырып шыққаннан кейін бітіргізіп шығаруды басамыз. Сынып сәтті түрде оқуды бітірді. Енді біздің мектепте колледжге түсетін емес, 10-шы сыныпқа баратын балалар бар. Оларды қайтадан қабылдау алу керек. Қабылдау үшін 23-24-ге өтіп, плюс батырмаға басамыз. Сыныптың кодын енгіземіз. Мысалы, 10-шыды. Сынып типі, параллель 10, түлектер сыныбы баспаймыз. Жиынтық бағалау журналы.
екі 11 сыныптарға арналған есептік кезең. Бірінші ауысым. Сынып жетекшісі. Жасау. Міне осылайша жаңадан сынып жасалды. Енді осыған шығарылған оқушыларды қабылдап алуымыз керек. Ол үшін оқушыларға кіреміз, сыныпқа қосу. Жоқ, ол емес. Әкімшілік етуге өтіп, мұрағатқа өтуіміз керек. Ол үшін адамдар тізімі, мұрағат. Мұнда тұрған оқушыны табамыз, яғни 10-шы сыныпқа өтетін оқушыны. Сосын қалпына келтіру. Қалпына келтіру батырмасына басамыз. 23-24, 10-ды сыныбымыз. Қалпына келтіру типінде нақты таңдауымыз қажет. Мүшеліктің басталу күні қай күнмен келді ол бала? 10-шы сыныпқа. Бұйрықтың номерін жазамыз. Басталу күнін. Және қабылдау туралы бұйрықты таңдаймыз. Білім беру мекемесіне қабылдау керек. Әрі қарай қалпына келтіру. Осылайша оқушыларды біртіндеп 9-шы сыныпты бітіргіземіз. Сосын барып қалатын балаларды қабылдаймыз қайтадан. Сонда аттестаттар туралы деректері, міне, білім туралы құжаттар деген бөлімде тұрады. Міне, жалпы орта білім туралы аттестат, сериясы, номері, тіркеу номері, барлық даталар барлығы тұрады. Тексеріс болған жөнінде, егер осы деректерді тексеретін мамандар ашып қараса, 10-шы сыныптың балаларының аттестаттарын, даныларын тексеріп қарайды олар. Және де осы деректер тұру керек. Оқушының параметрі. Егер бала шығып кететін болса да, немесе қалатын болса да, қайтадан 10-шы сыныпта ол аттестат туралы ақпараттар сақталады. Міне, 11-шы сыныптарды жай ғана бітіргізіп шығарасыздар. Яғни қабылдамас, мысалы 10-ға біз қабылдасақ, 11-ді бітіргізіп шығаруды істейсіздер, ары қарай қабылдамайсыздар болды. Бұл жалпы айтқанда сыныптармен жұмыс. Енді келесі тақырыпқа көшейік. Бұл сабақ, яғни уақытша сабақ кестесін жасау. Уақытша сабақ кестесін жасаған кезде мектеп кесте деп өтеміз. Ең басында біз есептік кезеңді жасадық, сыныптарды ауыстырып жібердік. Ауыстырылған сыныптар осында тұрады. Әрі қарай сыныптың үстіне басамыз. Міне, толық кезең бойынша кесте мұнда барлығы бос тұр. Кейбір мектептер бізге хабарласады және де мынандай сұрақты қояды. Не үшін мен кестеге өткен кезде есептік кезең реттелмеген деп шығады деген сұрақты қояды. Мен қазір есептік кезеңсіз ауыстырайын. Қазір. Енді кестеге өткен кезде міне есептік кезең реттелмеген деген жазу шығады. Бұл көп мектептер сұрақты қояды. Оны реттеу үшін есептік кезең реттеу қажет деген сілтемеге басамыз. Сыныптың параметрлері ашылады. Мұнда тұрған есептік кезеңді таңдағанын кейін барып кестеге өтеміз. Және сол уақытта бізде сабақ кестесі ашылып кетеді. Есептік кезеңге барлығы байланысты болып тұр. Мұны енді біздің 4.90-ымыз, даталар белгілі, себебі біз оны бастапқыда қойдық. Енді сабақтар түрлендіргішке өтеміз. Бірде-бір кесте сұлбасы жоқ дейді. Жаңа сұлбаны жасаймыз. Жалпы бір оқу жылында әрбір сыныпта 4 сұлба болу керек. Бірінші сұлба. Бірінші 90, 2, 2, 3, 3, 4, 4. Сондықтан бірінші 90 деп қоямыз. Жасау. Енді бізде осындай бос бет ашылады. Енді оны былайша толтырамыз. Бірінші сабақ алгебра, мұғалім, жасау. Егер алгебра 4 рет болса аптасына 4 рет осылайша көшіріп аламыз. Әрбір сабақтарды біртіндеп жасамау үшін. Екінші сабақты қосамыз. Биология деп. Жасау. Көшіру үшін мына 4 бұрышқа басу керек. Тағы да таңдаймыз. Көшіру.
Осылайша барлық аптаны толтырамыз. Бұл уақытша сабақ кестесі мұнда енгізіледі. Егер тұрақты кесте болмаса, онда уақытша сабақ кестесін осылайша толтырып, жариялау басу керек. Сосын бізде 1 қыркүйек бұл жұма күнге түсті, сондықтан 1 күнді таңдаймыз, 1 қыркүйек, және келесі аптаны таңдаймыз. Бізде қазіргі таңда осы 6 қыркүйек болып жатыр, сондықтан бұл уақытша кесте болған соң біз тек қана 2 ғана аптаны таңдадық. Егер 3 аптаға болса, онда 3 аптаны дейсіздер. Бірақ толық 90-ға уақытша кесте болса, онда жарияламай қойыңыздар. Сосын жариялау. Міне сабақ кестесі сәтті түрде жарияланды. Ағымдағы аптаға өтетін болсақ, міне біздің сабақтарымыз тұр. Мысалы, 3 аптадан бастап қыркүйек айының бізде сабақ кестеде өзгерістер пайда болды, және де бұл тұрақталған кесте ретінде белгіленді. Не істейміз? Қайтадан сабақтарды түрлендіргішке өтеміз. 1-90-ға басамыз. Және де мұнда тұрған жалпы өзгерістер көп өзгеріс болмайды ғой. 1, 2, 3, 4 сағат қана өзгереді, бірақ жалпы айтқанда тура сол кесте болып қалып кете береді. Сондықтан мына алгебраны біз бас тарттық бейсенбі күні. Былайша өшіріп тастаймыз, орнына мысалы географияны қоямыз. Мұғалім жасау. Міне сонда біздің жалпы кестеміз қалды, бірақ бірнеше өзгерістер пайда болды. Алгебрадан 2 сабақ болды. Сақтау. Одан кейін барып жариялау. Жариялаған кезде мына кестеміз қалып кетеді. Біз басқа апталарды таңдап шығамыз. Болмаса, бос орынға, егер жаңадан сабақтар бар болса, онда олар бос орынға түседі. Міне барлығын басатын болсам, алгебра тағы да қосылып кетті. Біз 2 аптаны өйстіп алып тастаймыз. Одан кейін жариялау. Жариялауды басқан кезде тұрақты сабақ кестеміз 1-90-ға толығымен жарияланды деген сөз. Ол жарияланғаннан кейін бізде автоматты түрде журналымыз пайда болады. Мына мен сабақ кестесін жасадым. 3 пән бойынша, міне 3 пәніміз тұр. Сіздердің пән бойынша мұғалімдеріңіз қай класста қандай бағалау түрі болатындығы туралы айту қажет. Егер сіздер әкімші болсаңыздар, және де пән жарты жылда бір рет бағаланса, онда мұнда тұрған бағалау жүйесін орнату керек міндетті түрде. Егер аптада бір рет болса, мысалы пән, онда жарты жылда бір рет бағаланады. Егер 1 емес 2 немесе 3 сағат болса, онда 90-ны бір рет бағаланады. Сондықтан жарты жыл дегенге қоямын. Және де формативті белгілер және де қалған бағаларды қою мүмкіндігі пайда болады. Келесі тақырыпқа көшейін, соңғы тақырып деп айтсам болады. Бұл күнтізбелік жоспарлау және де КТЖ-ны толтыру. Әрбір облыста әртүрлі айтылады, бірақ егер КТЖ міндетті түрде толтыру қажет болса сіздің облыстарыңызда, онда мен жолын көрсетейін. Міне бізде 1-90-ның ғана кестесі бар. 2-90-да кесте жоқ. Не істейміз? Бізге КТЖ-ны толтыру керек. Ол үшін мектеп КТЖ-ға кіреміз. Әрі қарай сынып. Мұнда бос тұрады. Өтіп кеткен оқу жылынан оны көшіруге болады. Немесе жаңадан жасауға болады. Жаңадан жасап көрейік. КТЖ жасау дейміз. Биология. Жалпы сынып. Бізде мұғалім сағат саны мұнда яғни жоспар бойынша 1 жылда қанша сағат беріледі, сол сағатты қою керек. Мысалы 32 сағат деп қояйық. Яғни аптада 1 рет өткізілетін пән болып табылады. Қосымша өрістер деген жерде бірде-бір затты толтырмай қоясыздар. Егер мұғалімге қажет болса, өзінің сабағына сәйкес мазмұнын енгізу, сабақ типін, үй тапсырмасын, сол кезде ол қояды. Сақтау. Сақтауды басқаннан кейін біз КТЖ-ны толтырамыз. Біріншіден бөлімді қосуды басамыз. Бөлім дегеніміз бұл сабақ жоспарларының үлкен бөлімдері. Бір бөлімнің ішінде бірнеше сабақтар кіреді.
әмбебап оқу әрекеттері егер қажет болса енгіземіз, қажет емес болса енгізбей қоямыз. Міне, бөлімнің атауы енгізілді. Тақырыпты қосуды басамыз. Тақырып 1. Тақырып 1-де 1 сағат беріледі. Және де биология бойынша, мысалы, бізге айтты, әрбір дүйсенбі күні сайын биология менде өткізіледі. Әрбір класс жетекшісі әрбір пән бойынша мұғалім өзі жасауы керек. Оны админ жасамайды, оны әкімші жасамайды. Ең бастысы олар сабақ кестесін ашып, өздерінің сабақтары қашан өткізілетіндігі туралы қарауы керек. Сондықтан егер мен биология пәнінен мұғалім болсам, және де осы сыныптың ішінде әрбір дүйсенбі күні өткізілсе, онда мен бірінші тақырыбымды 4-не қоямын, сақтау. Екінші тақырыбымды, мысалы, 2 сағат беріледі. Онда 2 дата пайда болды. 11-не қоямын. Екінші күн 18-не қоямын. Аптасына 1 рет. Яғни, күнтізбеге қарайтын болсақ, 4-і, 11-і, 18-і, 25-і, 2-сі деп қояды мұғалім өзі. Тағы да қосамыз. Тақырып 3. 1 сағат беріледі, мен 25-не қоямын, сақтаймын. Міне осылайша біз жоспарланған күндерді анықтап қоямыз. Яғни бұл жоспарланған күндерді не жоқ, міндеттеме жоқ, нақты, мысалы, нақты бірдей болу керек деп. Ең бастысы, 1.90-ның ішіндегі даталар 1.90-ның және де сағат санымен бірдей болу керек. Кестеде қанша сан, тура сонша сабақ тақырып болу керек КТЖ-ның ішінде. Жоспарланған күнді белгіледік, жариялауды басамыз. Жариялау, үлестіру. Толық жылының орнына 1.90 таңдап, әрі қарай дейміз. Ал енді міне қараңыздар, біз тек қана 3 қана тақырыпты қостық 4 сағатқа. Бір тақырыпқа 2 сағат кетеді. Мұнда тұрған қалған сағаттар бұл біздің жаңа сабақ өткізілетін күндеріміз, сабақ кестесіне сәйкес. Яғни жүйе оны көріп тұр. Біз тек қана 3 тақырыбымызды ғана жариялаймыз және кесте бойынша үлестіре аламыз, себебі біз соны ғана қостық. Басқа тақырып жоқ болмаған соң, ол ешқайда үлестірілмейді. Әрі қарай дейміз. Міне 4 сағатымыз, 3 тақырыбымыз, үлестіру. КТЖ сәтті түрде үлестірілді. 1.90-ның ішінде журналға кіретін болса, күнтізбелік жоспарлауға кірген кезде мынандай жағдайды көресіздер. Мұғалімдер айтуы мүмкін, не үшін менде күнтізбелікте мен тақырыпты жазған уақытта ештеңе сақталмайды деп айтады. Мұндай жағдайда сіздер айтуларыңыз қажет. Бұл КТЖ бар, және де КТЖ-ның ішінде сабақ тақырыбының саны жеткіліксіз. КТЖ-ға өтіп, жариялаудан оны алып тастап, ішіне тақырыптарды қосып шығуларыңыз қажет болады. Ал мұнда біздің 4 тақырыбымыз шықты. Күндері енді сәйкес емес. Мына КТЖ-ға өткен кезде, 4-не жоспар бойынша біз 4-не қойдық, нақты күні 1-не түсті. Не үшін? Себебі сабақ кестесіне сәйкес биология пәні бойынша ең бірінші сабағымыз 1 күнге қойылды. Яғни, бұл сабақ кестесі бойынша жаңағыдай барлық тақырыптар сабақ кестеге қарап барып, сол күндерге үлестірілетін болады. Егер сіздер 1.90-ның тақырыбын, мысалы тақырып 3, 25.09 деп емес, сіздер мысалы қараша айын қойып қоятын болсаңыздар, сол кезде процент түседі. Процент түседі егер КТЖ болмаса, немесе КТЖ бар, бірақ кесте бойынша үлестірілмеген болса, және де егер жоспарланған күндері басқа 90-ға қойылып кететін болса, немесе сабақ тақырыптары саны кестедегі сабақтардың санымен сәйкес емес болса. Міне осы 3 жағдаймен жаңағыдай бағдарламаның орындалуы есебінде процент түсуі мүмкін. Сабақ кестесін сәтті түрде үлестірдік. Екінші және де жолы бар. Бұл 90-ның басынан бастап КТЖ-ны салмау. Осылайша ол тұрады. Мұғалім күнтізбелік жоспарлауға кіріп, өзі барлығын былайша толтырып шығады. Қолмен оған ыңғайлы болса, барлығын қолмен толтырып өтеді. Сосын 90 аяқталған кезде КТЖ-ға көшіру дейді, оқу жылын таңдайды.
көшіреді. ктж ға өткен уақытта қолмен енгізген барлық тақырыптар ктж ға автоматты түрде көшіріледі. Сосын барып мұғалім оны жариялап, яғни 90-ның соңында кесе бойынша үлестіретін болады. Үлестіргеннен кейін барлығы дұрыс отырады. Бірақ есіңізде болсын, немесе күнтізбелікті толтырасыздар, немесе ктж-ны екеуінің біреуін толтыруыңыз қажет. Егер сіздер бірінші қолмен барлығын мұнда тұрған барлық сабақ тақырыптарын енгізіп отыратын болсаңыздар, сосын барып ктж-ны жариялайтын болсаңыздар, мұнда тұрған тақырыптар өшіп кетеді. Сондықтан сіздер біріншіден күнтізбелік толтырыңыз, сосын барып көшіріңіз ктж-ға, немесе басынан бастап ктж-ны толтыруларыңыз қажет. Және де КСП туралы, КМЖ туралы сұрақтар болатын. Қараңыздар, әріптестер, КМЖ-ны күнделік кезет жүйесіне енгізу міндетті емес. Мұндай қазіргі таңда мұндай талап жоқ. Бірақ бұл функционалдылық біз қостық сіздерге өздеріңізге ыңғайлы болу үшін. Мен қазір қалай қосу жолын сіздерге көрсетейін. Мысалы түрде менде дайын КМЖ бар, және де ол менде файл жүзінде компьютерімде сақталған. Мұндай жағдайда мен өзім Google аккаунтымдағы бұлтты хранилище ашамын. Яғни Google диск бар ғой, соның ішіне оны жүктеп, сол файлға сілтемені, яғни ссылкасын көшіріп аламын. Одан кейін барып, күнтізбелік жоспарлаудың бетінде мұнда КМЖ деген бар. Оның үстіне басып, осы бұлтты сілтемеге, жаңағыдай сілтемені қосып, ішінде файл тұратын ссылканы қосып шығамын. Бұл сілтеме басқа мұғалімдерге қолжетімсіз, тек қана мектептің әкімшісіне және де жалпы сабақ беретін мұғалімге ғана қолжетімді болады. Олар көрмейді басқа сілтемелерді, сондықтан сіздердің КМЖ-ларыңызды ала алмайтын болады. Бұл ыңғайлы болсын деген, және де өзіңізге тиімді болсын деп жасалған зат болып табылады. Биыл уақытша ол ондай толтыру бойынша талап ондай жоқ. Ал енді, құрметті әріптестер, осы бастапқыда жасалатын барлық іс-әрекеттерді мен сіздерге қысқаша айтып өттім. Қосымша айта кетейін, қазіргі таңда бізде 90-ның басталу, яғни бірінші күндері, сондықтан үй тапсырмасының беру пайызы деген есепте 0 болуы мүмкін. Себебі бірінші сабаққа үй тапсырмасы берілмейді. Бірінші сабаққа үй тапсырмасы берілмегендіктен есептен 0 болып тұрады. Бұл қате болып саналмайды, әріптестер. Екінші, үшінші, төртінші сабақтар өткеннен кейін бәрі 100%-ға қайтадан айналады. Бұл жүйенің логикасы сондай. Ал енді, әріптестер, тағы да сұрақтарыңыз бар болса, орысша бар болса сұрақтар, айтыңыздар, бізде бір 20 минутымыз бар. Сұрақтар жоқ па, әріптестер? Әлиасқарқызы, Иә, чатқа сұрақтар жазылып жатыр. звук қосылмайды дейді. Қазір 1 минут. Микрофондары қосылған ба? Рұқсат бар ма? Міне, қостым, доступты. Қоса беріңіздер, әріптестер, микрофонды. Қайырлы күн. Сәлеметсіз бе? Мен бірінші сұрақ қояйын демем. Мысалы, біз ктж-ны жарияладық, енді менде мынандай сұрақ. Біздің жыл көлемінде БЖБ, ТЖБ алынады. Сонда формативтік баға бізде дайын күнделікті бағалау тұрады ғой. Бірақ мысалы практикалық жұмыс бар, бақылау жұмыстары бар, диктант бар. Соңғы міндетті түрде соны қоюымыз керек па қосып? Формативті белгіні ма? Жоқ, формативтік белгіні алып тастап, мысалы жай ғана сабақ, практикалық жұмыс, бақылау жұмысы, және де осы формативтік бағалаудың қасына сабақ деген міндетті түрде болу керек па? Жоқ, мұндай талап жоқ. Сіздер сабақ тақырыбының жанында, мысалы тақырып жанында бақылау жұмысы деп жазсаңыздар жеткілікті болады. Екінші сұрақ. Екінші сұрақ қойсам бола ма? Иә. Енді екінші сұрақ, мысалы күнделікті форматив баға тұрғаннан кейін күнделікті баға тұру керек. Екінші, ол мұғалім мысалы күнделікті сол үй тапсырмасына минутты міндетті түрде қою керек, е? Бастауыш сыныптарда міндетті түрде қою керек, 1, 2, 3, 4. Қалған сыныптарда міндетті емес. Соны білейін дегем. Ол бұйрыққа сәйкес.
Одан кейін баланың мысалы біз толтыру жана сіз айтып кеттіңіз тағы ана куәлігін тағы да қосу міндетті емес, ол тексерілмейді. Одан кейін бағдарламаның орындалу міндетті түрде 100% болу керек, сол қаралады, иә? Ол До тексеріледі. свидания. Сегодня идешь домой, Ринат Садовна? Ол тексеріледі. Жақсы, рахмет. Тағы да Сәлеметсіз. Мысалға көркемнің бек деген сабақтарға формативті баға қойылмайды ғой, оларға не деп қоюға болады жұмысты қосуда? неге формативті бағалар қойылмайды? Ол бағалау болмаса да және де сынақ деп бағаланса, мұғалім кері байланыс ретінде формативті белгілерді қойса болады ғой. Яғни ол жерге баға Жақсы. қою қояды, иә, формативті баға. Дене шынықтыру мен көркем еңбек. Кері байланыс ретінде қоюға болады, иә. Ондай қоймасын деген не жоқ. Жақсы. Неге жоқ? Сәлеметсіз бе? Сәлемес пе? Менің сұрағым, бастауыш мектептер 4-ші сыныпты бітірген кезде балаларды мұрағатқа өткізе ме, жоқ әлде мектептен шығара ма? Бастауыш сыныптарды өткізген кезде сіздер жаңа оқу жылына ауыстыру деген батырмамен, мысалы 4-ті 5-ке ауыстыра саласыздар. Себебі олар ешқандай аттестатты алмайды. Бастауыш мектеп. Бастауыш мектеп бітіргізіп шығарасыздар, ешқандай аттестаттың данныйларын енгізбейсіздер. Рахмет. Бітіргізіп шығару басу керек. Сәлеметсіз бе? Сәлемес пе? Мен 0-ші сыныпты 1-ші сыныпқа ауыстырып ем, енді қатта болды ма, ол қайтадан жіберуім керек пе? 0-ді 1-ге ма? 0-ді бітіргізіп шығарғаныңыз дұрыс болады, апай. Ал 1-ді жаңадан жасап, оның ішіне қабылдағаныңыз дұрыс болады. Сондықтан Қайтадан істеуім болады, иә? Қайтадан істеуім керек қой, классикалық журналға, бірлер ол классикалық журнал болып ауысып кетеді, 0-ден бастап. Сондықтан жаңадан 1-ші сыныпты жасаңыздар, критериалдық журнал түрі деп қойыңыздар, сосын балаларды соның ішіне қабылдап алыңыздар. Сәлеметсіз бе? Жақсы. Сәлемес пе? 1-ші қыркүйек есептік кезеңге 1-ін қоямыз ғой, сол кезде мұғалімдері сол тақырыптарын қоя бере ме 1-ші қыркүйектен бастап? Бұл оқу күні болып саналады, сондықтан міндетті түрде сабақтар мен оқу тақырыптарын қосу қажет. Бұл ақпаратты оқу ағарту министрлігінің маманы бізге айтты, жеткізді. 1-ші желтоқсан мерекелік күн болып саналмайды. Айта беріңіз. Декреттегі ұстаздарды шығарып тастаймыз ба? Міндетті түрде шығарып тастайсыздар. Декретке кету деген типі жоқ, сондықтан қызметкерді шығарған кезде мектептен шығару деп қоясыздар. Бұл ешқандай кедергі емес, не емес. Мұны мен қазір экранды көрсетіп жатырмын. Нақты дейсіздер, және де мүшеліктің аяқталу күнін сақтап аласыздар. Ал қайтадан келген уақытта мұғалім, сіз оны мұрағаттан қалпына келтіре саласыздар. Жақсы, рахмет. Тағы сұрақ бола ма? Мысалы, мектепте қосымша білім беру бар бізде. Иә. Қосымша білім беру аттестацияда күнделіктен тоже тексеріле ме? Оның үй тапсырмасы міндетті түрде берілу керек пе? Бұл дисциплинаға байланысты. Егер бұл факультатив кружок болса, және де оның ішінде үй тапсырма ешқандай берілмесе, онда сіздер қоймайсыздар да, бағаламайсыздар да. Ал енді мынандай сұрақ, біз егерде міне күнтізбелікті жасап отырмыз, вариатив сабақтар болса, оны кестемен бірге сабақпен қосуға бола ма, жеке оны қосымша деп кіргізу керек пе? Одан екінші сұрақ, сынып сағаты міндетті түрде болу керек па кестеде? Сынып сағаты негізгі кестеге енгізіледі. Вариатив сабақтар бұл қосымша сабақтар. Кейбір вариативтар, мысалы таңдау пәндері, олар негізгі кестеге қосылуы керек. Ең бастысы сізге назар аудару қажет. Егер бағалау мүлдем болмаса бұл сабақта, сол кезде бұл сабақта сіздер КББ-ның ішіне кіргізесіздер. Егер бір бағалау болса, вариатив болса да, онда негізгі мектепке енгізіледі ол. Мысалы, онда таңдау пәндері бар. Олар вариатив болып тұрса да бағаланады. Сынып сағаты бағаланбайды ғой, оны КББ-ға кіргізе алмаймыз ғой, сонда основной расписание бағаланбаса да, бұл сынып жетекшінің жаңа сыныппен жұмысы, сондықтан ол негізгі кестеге қосылады. Сіздер ол пәнді жасаған уақытта, мұны мен қазір экранда көрсетіп жатырмын, пәндер тізіміне кіресіздер. Мына жерде көрсетпеу деп қойып сақтау керек болады сізге. Сол кезде ешқандай есепке әсер етпейді ол.
Мгм. Тағы бір сұрақ, содан кейін мына мысал үшін 9-шы сыныптарды выпускать еткен кезде, егер де 9-дан ешқандай бала кетпесе, оны 2-ші жылға ауыстыруға бола ма, или обязательно выпускать етіп 10-шы сыныпқа қайтадан принимать етеміз бе? Міндетті түрде бітіргізіп шығару керек, выпуск жасау керек, сосын барып қабылдау керек. Сәлеметсіздер ме? Сұрақ қояйын деп Егер едім. сіздер, мен толықтыра салайын, иә, егер араларыңызда мектептер бар болса, жай ғана 9-ды 10-ға ауыстыра салған шығармай тұрып оларды. Ол да жалпы айтқанда қате емес, бірақ міндетті түрде әрбір оқушының парақшасына кіріп, аттестат туралы деректерін енгізіп шығыңыздар. Егер де мысал үшін оны сұрақ шығармай, қояйыншы. мен аяқтап тастайын, иә, егер де сол 9-ды шығармай 10-шы сыныпқа көшіріп, әрбір баланың жеке парақшасына кіріп, оның аттестат номерін жазуға болады ғой? Иә, Иә? иә, Мен түсінген бойынша. болады. Мгм. Жақсы. Сәлеметсіздер ме? Сұрақ қояйыншы мен сіздерге. Иә. Мені басында кешігіп қалдым да, кіре алмай қалдым. Ана аттестация, мектептен аттестация өткен кезде негізгі қандай бөлімдері нақты тексеріледі, соны айтып беріңізші. Мен күнделік KZ компаниясының қызметкері боламын, мектептегі емес, сондықтан сізге нақты айта алмаймын. Оны барлығын сіздер Мысалы, және өздеріңіз сіз айтып қадағаларыңыз жатырсыз қажет. ғой, мысалы, үй тапсырмаларды, мысалы, бастауыш сыныптарына қоюға міндетті, ал жоғары сыныптарға қоюға Бұл приказға сәйкес, бұйрыққа сәйкес. бұл сол нешінші бұйрық айтып бересіз ба, приказ? Мысалы, Мен қазір- жаңағы жоғарғы сыныптар бойынша үй тапсырмаларын қоюға болмайды деген қандай бұйрық бар? Болмайды деген сіздер қайдан бұйрықты көрдіңіздер? Ондай жоқ қой. Қараңыздар, мен қазір экранда көрсетіп жатырмын. Бұл қолдау қызметінің порталы болып табылады, және де үй тапсырмасын орындау уақытын көрсету инструкциясы тұр. Мына жерде время на выполнение ДЗ деген приказ бар. Сол бұйрықты ашып, сол жерден көресіздер. Және де әрбір уақыттың, минуттың өзінің белгіленген әр пәнге несі бар. Орындайтын. Мен қазір чатқа жібердім бұл мақаланы, сақтап алыңыздар өздеріңізге. Рахмет. Сәлеметсіздер. Сұрақ қояйыншы? Иә. Міндетті түрде қымыжыны жүктеуіміз керек па биылғы жыл? Жоқ, айтып өттім, ондай міндет жоқ қазір. Міндетті емес, иә? Иә, егер міндетті болып қалса, немесе басқа бір Сәлеметсіз бе, сұрақ өзгерістер қоюға бола ма? болса, онда білім басқармасының мамандары өздері айтады сіздерге. Иә, Жақсы, қоя рахмет. беріңіз. Сұрақ қояйыншы, мен біздің әлгі топ әлі бекітілген жоқ. Сабақ кестесін біз кіргізе алмай отырмыз. Ол пайыз көтеруіне әсер ете ме бізде есепке? Әсер етеді, иә. Мониторинг осы аптаның 9 күні шығатын болады, бірақ біз осы көрсеткіштердің барлығының орындау шегін түсіріп тастадық. Себебі бұл оқудың жаңадай ең бірінші күндері болғандықтан, сондықтан сіздер күтіп, оны өзі келгенше онда отыра тұрыңыздар, сосын барып қосып шығасыздар. Рахмет. Қоюға бола ма? Сәлеметсіздер. Ана ООП балаларды қалай енгізуге болады? Надомное обучение болады ғой бізде. Сол туралы айтсеңіз, соларды қалай кіргізуге болады? Стандарты түрде, иә, сабақ кестесін екеуін бірге жасауларыңыз қажет болады. Яғни үйде оқитын бала негізгі сыныбында отырады, және де бұл сыныптың ішінде 2 оқу тобын жасайсыздар. Бір топқа барлық балаларды, сыныпта отыратын балаларды, екінші топқа үйде оқитын баланы кіргізесіздер, және де сабақ кестесін жасаған кезде сабақ кестесін бірге етіп, бірақ өзінің жеке пәндері бар болса, жеке пәндерін пайдалану арқылы жасайсыздар. Мысалы, білесіздер, иә? Иә, сол жер бір кестеде болады ғой, иә, 2 группа ретінде. Дұрыс, рахмет. Тағы да сұрақтары? Сәлеметсіз бе? Сәлеметсіз бе? 25 мамырға қандай не қоямыз? Субботаға келіп түсіп тұр ғой, 25 мамыр септік кезеңде. Субботаға түсіп тұрмай. Сіз 25-нен дейін қойыңызда, ал сабақ кестесі жұмаға дейін тұрсын. Сонда 25 мамыр бос қалады, иә? Иә. Сабақтар болмайды ғой, сенбі күні. Сондықтан 24-не дейін болады. Есептік кезеңді 24-мен аяқтамаймыз ба? 25 расписанияға кіріп, ол рейтингті түсіріп тастамай ма? Жоқ, түсірмейді. Түсірмейді, Сенбі және жексенбі күндері біздің отчет талап етпейді. Ол осы 2 күнді демалыс күні деп санайды, сондықтан сабақтар бар жоғын ол байқамайды.
Содан кейін ктж бойынша жаңа сіз айттыңыз ғой, қолмен де мына жағына журналға толтыруға болады, и мына ктж-ға бөліміне де толтыруға болады деп. Бізде мұғалімдер бар, мысалы үшін қолмен толтыратындар, иә, который сағаттар аз ғана. Соны жылдың соңында ғана ктж несіне бөліміне жүктесе бола ма, или 90 сайын жүктеп отыру керек пе ктж-ны? Бұл жалпы айтқанда тексерістеріңізге байланысты. Егер тексеріс алдын ала келетін болса, онда жариялағандарыңыз дұрыс болады. Бірақ егер келмесе, әрине жылда бір рет жасағанда қате болып саналмайды. Аха, рахмет. Ал енді тағы бір сұрақ, мысалы аязды күндерде приказ шығады, иә, бізде бала қашықтықтан оқиды. Сол кезде приказ үй жұмысының қасына жазып, сол күнгі қашықтық сабақ деп белгілеу керек бізге, міндетті түрде. Жоқ, сабақ кестеге өтіп сіздер сабақтың өзін бас тартуларыңыз қажет болады. Отмена урока жасау керек. Отмена жасағаннан кейін балалар мысалы келмейді. Сіздер қашықтыққа шығамын дедіңіздер ғой, онда дұрыс, кешіріңіз. Онда дұрыс, айтып отқаныңыз дұрыс. Можно вопрос? Я хотела спросить по окончанию учебного года. Когда в сетях в Инстаграме было написано, чтобы выставить итоговые оценки, надо заполнить годовую оценку, итоговую оценку, даже с учетом экзамена. Получается, что вот так вот мы заполнили, и вышло, что те дети, допустим, которые были освобождены от экзаменов, у них же тоже итоговая оценка пробивалась. У нас получилось, что как будто у нас все дети сдавали экзамены. Вот это вот неправильно, я считаю, что было это вот из Кунделика инструкция была, чтобы мы заполнили с учетом экзамена. Да, была такая инструкция. Это было вот именно в предыдущем учебном году, да? Да, в прошлом учебном году такое было. А потом вы что-то сделали? Это проверка вам сказала тогда? Да это не проверка, это элементарно, ясно же. Вы в целом Сколько лет уже в школе работает, это же понятно же. Потому что есть дети, которые освобождены, у них вот это вот не высвечивается, не загорается. Ну, там же цветом определенно загорается. Вот, а дети, которые сдавали экзамен, у них загорается. А дети, которые не сдавали, у них просто пусто стоит. Вот если элементарно журнал открыть 9 класса, допустим, кто сдавал экзамены, у меня, получается, девочка, она не сдавала экзамен, у нее пусто, у всех остальных стоят оценки за экзамен. И во всех классах, которые не сдавали экзамен, инструкция была, чтобы всем проставили. Хорошо, мы уточним подробнее эту информацию, перепроверим все. Сәлеметсіз бе? Маған мұрағаттан шығаруды түсіндіріп бере аласыз ба? Мысалы, оқушыны мұрағаттан шығару керек болып тұр. Экран бетінде көрсетіп жатырмын. Әкімшілік етуге өтесіздер. Адамдар тізімі, мұрағат. Одан кейін мұнда тұрған оқушы кім болсын, аты жөнін таңдайсыздар. Одан кейін мұнда тұрған аты жөнін үстіне басуға болады. Сосын қалпына келтіру. Бұл оқушы болған соң, қалпына келтірген уақытта оқу жылын таңдау қажет, сыныбын таңдау қажет, және де қалпына келтіру типін таңдайсыздар. Егер бұл барлығы дұрыс қате емес болса, онда нақты деп типін таңдап, әрі қарай басу қажет. Болды? Тағы бір сұрағым бар еді, мына бірінші сыныпқа қабылдағанда. Айта беріңіз. Бірінші сыныпқа және кіргізуге осы мұрағаттан аламыз ба сонда балаларды? Жоқ, бірінші сынып кіргізген кезде балаларды жаңадан қосу керек. Вебинардың басында түсіндіріп айттым. Ол 0-й сыныпта бар ғой, бұрынғы. Жоқ, 0-дік сыныптарды сіздер бітіргізіп шығарып балаларды бірге қайтадан қабылдап аласыздар онда. Мұрағаттан, иә. Түсінікті. Тағы бір сұрақ. Қашықтық сабақ деп тұр, видео тақырыптар толтырғанда астында қашықтық сабақ емес, КМЖ деп тұрушы еді ғой бұрын. Қазір бізде бәрі қашықтық сабақ дегенге ауысып кетті. Неліктен? Қашықтық сабақ дегеніміз бұл Zoom арқылы видео жасау. Егер сіздерде КМЖ деген жоқ болып кетсе, онда КТЖ бар деген сөз. КТЖ бар болған кезде мынау КМЖ деген ол жоқ болып кетеді да, бұл техникалық қате уақытша. КМЖ-ның ссылкасын қосу үшін датаның үстіне басасыздар, күннің үстіне.
және сабақ парақшасы ашылады. Осында тұрған мына сілтемені бекіте саласыздар. Ол қолжетімді болады. Әрбір адам өзі істеу керек оны, иә? Әр мұғалім өзінің сабағын өзі жеке-жеке жасайды, иә. Бұрындар солай басып жүрдік қой жеке-жеке. Значит, бұл автоматты түрде техникалық қате болып тұр ғой, иә? Автоматты түрде емес, жалпы айтқанда техникалық қате, бірақ ол жөнделеді жақын арада. Біз ол мәселе туралы білеміз және жақын арада жөндеп береміз. Жақсы, рахмет. Сәлеметсіздер ме? Жапқыш сыныпты сонда бітірткізбей бірінші сыныпқа ауыстыру деп жасау сонда қате бола ма? Бітіргізбей жаңа оқу жылына ауыстыра салу қате болып саналмайды, бірақ сіздің классикалық журналыңыз бірінші сынып ретінде ауысып кетеді, ал бірінші сыныптар бұл критериалды журналдар болып табылады. Және сондықтан егер сіздер оны ауыстыратын болсаңыздар, классикалыққа ертең журналыңыз ашылмай қалады. Егер де олай жасап қойған болса, қайтадан қалпына келтіруге бола ма? Қалпына келтіруге болады, иә. Жаңадан бір сыныпты жасаңыздар, бірінші сыныпты, сосын балалар сол жерге қабылдап алыңыздар. Қабылдаған кезде қате салдарына дей салыңыз. Жақсы, рахмет. Сәлеметсіз бе? ПДД деген сабақты қалай рәсімдеу керек, соны түсіндіріп беріңізші. ПДД-ның бағалауы бар ма? Жоқ. Кейбір облыстарда оны КББ-ның ішіне енгізеді, кейбір облыстарда оны негізгі мектепке кіргізеді. Оны сіздерге білім бөлімінен нақтылауыңыз қажет болады. Сәлеметсіз бе? Менде мынандай сұрақ бар еді. Бізде алғаш осы күнделік болғанда мектеп алды даярлықты күнделікке кіргізгенбіз. Ал былтырғы жылы бізге кіргізбей солай қағаз журналын жүргізуге болады дегенде, біз даярлық сынып бойынша қағаз журналын жүргіздік. Ал биылғы жылы мектеп алды даярлықты күнделікке кіргіземіз бе? Оны да басқарма білім бөлімі айтуы керек. Ол не тапсырма бойынша жасалады. Жақсы, рахмет. Здравствуйте, можно вопрос? Я? Можно вопрос? Да. Когда работаешь, заходишь в Кунделик, администратора все время выкидывает. То есть я работаю 2 минуты, работаю, немножко отвлеклась, все, меня выкинуло. Можно ли решить эту проблему как-нибудь? Длительность сессии у администратора, именно у сотрудника с ролью администратора, на данный момент 30 минут. Это сделано по требованию Комитета госбезопасности, то есть комитета. Поэтому мы ничего тут сделать не сможем, к сожалению. Это не сможете ничего делать, все понятно. Вы просто... Ага. Да, я продолжу. 30 минут начинается тогда, когда никаких действий в системе не происходит. Вы просто мышкой, если вот так подергаете, 30 минут заново начнутся. Вот, да, я говорю, оно немножко, я отвлеклась, все, меня выкинуло, и я опять должна заходить. Это так неудобно. Ладно, это понятно. Теперь второй вопрос. Нельзя ли сделать такую возможность при экспорте ученика из другой школы, чтобы его формативные оценки переносились или как-то вот, я не знаю, как в НУГД перекидывают ребенка, он сразу у нас, потому что это вот тягомотина с логинами, паролями, переводами, заново это все загружать, иногда логины они не помнят, это надо по области искать эти логины или тогда заново заводить этих детей. Проблема действительно есть. Мы скоро отменим возможность запроса на добавление, чтобы можно было сразу же их принимать. Но пока на данный момент, так как вы с ней все еще сталкиваетесь, вы можете обращаться в поддержку, писать нам на почту, говорить ФИО детей, мы вам будем давать логины и пароли. Говорите так, я с Ридера, у вас написано отдел образования, но такая-то школа, такой-то ребенок там учился, ИИН, ФИО, говорите, мы ищем, находим, предоставляем. Пока так, чтобы вы смогли принять его. Понятно, но вопрос решается, да? Да, я думаю, что он прям в ближайшее время решится. И еще один вопрос. ДОТ нужно обязательно открывать, там загружать Если все эти факультативы? Если при школе есть кружки, факультативы, и дети находятся в школе, школа несет за них ответственность. Чтобы эта ответственность как-то фиксировалась, лучше в ДОТ вносить. Да? Если нет, то нет. Ильяс Қарғызы. Сәлеметсіз бе? Сәлеметсіз бе? Бізде мысалы үшін тәрбиешілер бар. Тәрбиешілер сабақ бермейді.
ал ол кісілер бірақ бізде мына күнделікке міндетті түрде тұру керек па? Жоқ, Бірақ қажет ол кісілер бірақ та көрдіңіз бе, ана сыныптың барлығын данныйдарын түгелін жөндейді. Ол біздің сапамызға әсер ете ма? Сапаға әсер етпейді, бірақ ол адамдардың санына және де движенияға, жаңағы қозғалыс бар ғой мектептің ішіндегі, соған әсер етеді. Бірақ отчетқа әсер етпейді, егер сабақ кестеде қосмасаңыздар. Сондықтан қала берсін мектептеріңізде. Екінші сұрақ, мысал үшін ата-аналардың кіруі де қазір неге еніп тұр, иә? Сапаға кеп. Сол жайлы не айтасыз? Барлығы кіру керек па Ол ата-аналардың? мониторингте бар, мониторингте тұр, бірақ активность, яғни белсенділікке әсер етпейді қазір. Сондықтан ата-аналарыңыз кірмесе де, сіздер мектеп бойынша показательдер олар түспейді. Ол әсер етпейді. Қоюға бола ма? Мен Можно вопрос еще? қымыжыны міндетті түрде кіргізу қажет па? Потому что кейбір нақты соған бір қағаз бар ма, қымыжыны кіргізу қажет деген. Мектептегі үлкен мұғалімдер ондайды түсінбейді. Қажет емес. Менің айтуым бойынша, егер қосымша пікірлер қажет болса, Салтанат Мұхамедхан, мүмкін сіз қосымша толтырып беретін шығарсыз айтқанымда. Иә, бізді естіп тұрған жоқ сияқты, бірақ мен жалпы сұрағыңызға жауап бердім. Әріптестер, қымыжы енгізу міндетті емес. Егер талап бар болса, сіздерге айтылады. Онда мынандай тағы бір сұрақ қойсам. Иә. У нас есть школа-лицей, которая идет по сокращенному ТУПу. Вот. Там некоторые предметы не оцениваются, то есть они идут с вариативки. Например, биология у нас в 10 классе не оценивается. В 11, прошу прощения, в 11 классе, но в 10 классе она оценивалась. Дети в 11 классе предмет по выбору выбирают биологию. То есть в журнале нету оценки. То есть не предполагается вот итоговая оценка. Вот как мы должны действовать? Когда идет, например, та же проблема с ОГН, ЕМН, когда ребенок вперед выбирает математический предмет, когда у него ОГН, да, допустим, и нет оценивания, делается следующее: добавляется урок, делается без, то есть в настройках предмета вы указывали не показывать, указывается не показывать, чтобы не было влияния, и добавляется урок, туда выставляется уже... нет, вы говорите, что оценивания нет, да? В принципе, в 10 классе. Нету. В 11 классе у нас идет зачет. Зачет идет. А ребенок выбирает для экзамена биологию. Мы же не можем запретить ему выбрать А предмет биологию. по выбору разве там не идет плюс еще 2 или 3 часа в неделю у конкретного ребенка? Нет, там только 1 час. В 11 классе нету биологии по предмету по выбору, он идет только вот с вариатива. Это вот для школ, лицеев, для гимназий. Мы уже который год бьемся с этим. Нужно что, детей, экзамен, чтобы да, они не проводить? сдавали биологию. И нужно вам будет провести экзамен, на госэкзамены они выбирают вот этот предмет. Но в 10 классе он оценивался. А почему бы Вот не такая поставить проблема у зачет нас. в конце года, а потом результаты экзаменов тоже в конце года и итоговый на основании экзамена? Ну, как вариант. Там нету, там, понимаете, если я когда создаю предмет, как предмет я создаю, то я там в эту вкладку забиваю, что, ну, как зачет, чтобы у меня только зачет проставлялся в полугодии, раз он 1 раз в неделю. И, естественно, там никакой оценки за экзамен не могу поставить, и итоговую никак не могу поставить. Смотрите, покажу вам на тестовой Оно же школе. не оценивается, я как зачет ставлю там. Там никаких граф не предполагает. Сейчас. В принципе, система разрешает так делать. Посмотрите на экран, пожалуйста. Попробуем проиграть эту ситуацию сейчас. Давайте. Вот, допустим, у нас 4 класс. Так, по полугодиям предмет должен оцениваться, да? Так. Да, зачет. Вот по Не полугодию. оценивается, он просто зачетом идет. В конце 2-й четверти ставим зачет. По полугодиям же зачет, да, идет? Да, в полугодие зачет. Хорошо. Вот по Нет, в полугодии раз 1 час в неделю.
Мгм. Тоже зачет. Оно изначально, когда создавался предмет, там уже вот тыкалка это. Вы говорите про настройки того предмета, да? Вы просто Да, создайте, да. Я же уже создайте когда. новый предмет, Мгм. и все. Мы это убрали. Сейчас тот предмет на самом деле должен быть уже в архиве у вас. Вы когда создаете новый предмет, тут уже вид оценивания выбирать не надо. Вид оценивания сейчас Мгм. выбирается только в журнале, вот здесь по полугодиям. Я вот поставила первое полугодие, второе полугодие, годовые зачеты. Тут оценка за экзамен уже можно ставить ее. Ой, там до 60, 20 вопросов. Тут уже можно ставить результаты за экзамен и, соответственно, итоговую. То есть Мгм. в предмете Нет. ничего настраивать уже не надо. Просто создаете новый предмет. Здесь настройка только для видимости в отчете, и все. Мгм. То есть, в принципе, это Ну возможно. все. Мгм. Вопрос, думаю, закрыт. Да, наверное, сейчас посмотрю. сәлеметсіз бе, сұрақ қоюға бола ма? Я сәлеметсіз бе? Бірінші Ә, сабақ кестесіне енгізіле ма? иә, Или енгізілді. сынып сағаты деп жазамыз ба? А, Бірінші қыркүйек енгізіледі. Сабақтар өткізілсе, сабақты қоясыздар. Сынып сағаты болса, сынып сағатын қоюыңыз қажет. Себебі бұл жалпы жұмыс күні және де оқу күні болып саналады бұйрыққа сәйкес. Тек қана сынып сағатын деп қойсақ, 34 сағат жете ма сосын мұғалімдерге? Мұғалімдер жетпейді деп жатыр. Қыркүйек айына сабақты қосу керек қой, жалпы айтқанда. Негізі ше. Мысалы, 5 сабақ болса, 5 сабақты қосады маман әріптестеріміз. Бірінші қыркүйек 34 аптаға кірмейді ғой, 35 апта болып кетеді, ол пятница ғой. Сынып сағат деп қоюға болады, думаю. Онда бізде мұғалімдер деп жатқаннан кейін сұрап жатқаным ғой. Бұл қараңыз, оқу күні болып саналады бұйрыққа сәйкес, сондықтан оған кесе енгізу керек. Саны жетпей қалады ғой онда. Қайда жетпей қалады, көп болып кетеді деп айтып тұр ғой. Сұрақ қоюға бола ма? Кешіріңіздер. Иә, күнделікке қатысты сұрақтар. Күнделікке қатысты сұрақ. Мысалы, біздің сынып мектебімізде күнделік жүйесінде, мысалы, сыныптарды біз келесі жылғы сыныпқа мен ауыстырып қойдым, иә. Бірақ біз комплектование мында кеше ғана болып жатыр ғой. Соған байланысты бір сыныптар қысқарды. Содан, мысалы, менде 7-ші класстың Г сыныбы қысқарды, оның ішіндегі оқушылардың барлығын 7А, 7Б-ға апарып тастадым былай. Онда тәрбие жоспарын 35 сағат Енді қоямыз. сонда, кешіріңіз, мен сұрақ қойып жатыр едім. 7-ші Г сыныбы енді іші пустой болып бос қалды, мысалы, оқушыларсыз. Мен сол сыныпты жоя аламын ба, жоқ әлде қалай болады? Иә, жоя аласыздар. Жою үшін ешқандай проблемасы жойыла береді, иә? Проблемасыз, иә. Ішінде кесте болмау керек, КТЖ болмау керек, бала болмау керек. Ештеңе жоқ болса, онда жойып кете бересіздер. Ештеңе Таза болса жойыла береді. Иә. Жарайды, рахмет. А можно я спрошу? Здравствуйте. Да. Скажите, пожалуйста, а можно как-то сделать расписание надомников, чтобы его можно было забивать через генератор уроков? То есть, если в классе 2, допустим, надомника, очень неудобно вручную их потом забивать для них уроки. А почему сложно через генератор? А потому что он не дает через генератор, получается, из-за того, что там урок уже стоит один, он второй не дает ставить почему-то. Когда под группе один стоит, вторую группу Да, не можете вот один стоит, допустим, я второй урок уже, допустим, у надомника, я поставить не могу через генератор, приходится все вручную ставить. Нельзя как-то это исправить? А если вы говорите про уроки, которые уже прошли, да? Ну вот у нас же есть дети, которые обучаются на дому, у них отдельная группа. Сложные уроки. Давайте я передам это разработчикам. Мы помним, что такая проблема есть, просто она не сильно много обращаются по ней, поэтому она остается. Ну, я еще раз напомню тогда, чтобы убрать. На самом деле это ошибка системы. Спасибо. Вы, если что, тогда пишите нам, хорошо? По этому вопросу. У нас есть чат. Қазір мен айтып болайын. Қазір 1 минут, я, әріптес. Когда переходите на страницу с отчетами, либо на страницу администрирования школы, коллеги, вы все, если администраторы в школе, и если у вас есть вопросы, вот здесь у нас есть чат поддержки.
вы можете написать это обычный чат с сотрудниками службы поддержки, чтобы не ждать ответа по почте. Болды, 13-ші мектеп қоя беріңіз сұрағыңызды. Әлия Асқарқызы, сіз айттыңыз ғой, ана үйде оқитын оқушы общий тізімде тұрады деп, иә. Сонда мынандай проблема туындайды да, ол бала мысалы барлық пәндерді бүкіл сыныппен қатарлас оқымайды ғой. Сонда отчет жасаған кезде мысалы сол сыныптың білім сапасы шықпай тұрады да. Сол жерін қалай істеуге болады, и үйде оқитын баланы жеке сынып ретінде жасауға болмай ма? Кейбір мектептерде мысалы сондай практикаларда оларға жеке сынып ашып қояды, мысалы үйде. Кейбір мектептерде шынында да осындай практика бар, және де олар жылдан жылға осы практика арқылы жұмыс жасап жатыр. Жалпы айтқанда бұл негізі айтқанда бұл қате болып саналмайды, бірақ сонда да не бар? Класс комплект деген бар. Егер класс комплектті тексеріс кезінде есептемесе, онда солай да жасасаңыздар болады. Егер өздеріңізге ыңғайлы болса, бөлек класс ретінде. Бірақ ол сол сыныптың ішінде тұру керек, иә, ол оқушы, өйткені негізі негізі сондай болу керек та, бірақ практикаға қарайтын болсақ, осы көптеген мектептер солай жасап отыр, және ешқандай не көрген жоқ. Замечание көрген жоқ осы мәселе. Мектепте үйлен оқытуды бөлек группа қылып ашып отырмыз. Например, бірінші, екінші топқа бөліп жатады ғой. Бізде подгруппа, үйден оқытуды подгруппа ашып қойсақ, сол кезде ана бала общий списоктың ішінде тұрады, бірақ бағасы именно расписание қойған күндері ғана шығып тұрады екен. Общий баланың несіне шықпайды списогына. Дұрыс, себебі ол негізгі деген топқа қосылмаған, және де есепті құрастырған кезде, егер оқушы негізгі деген топтың ішінде отырмаса, онда осы балада нақты сол пән бойынша сызықша тұруы керек. Барлығын дұрыс істеген болсаңыздар, сызықша тұрады, және есепке әсер етпейді. Дұрыс емес болса, қазір мысалы тексерген уақытта бір қателер тұрса, онда бізге хабарласыңыз, біз жеке-жеке ашып тексереміз. Әлия Асқарқызы, өзіңіздің данныйларыңызды бересіз бе, егер сұрақтар туындап жатқан кезде, чтобы звондайтындай, или чатқа жазамыз? Сіздерге міндетті түрде чаттарыңызға жазу керек, себебі көптеген жағдайда барлық сұрақтарға біздің қыздар да жауап бере алады осындай сұрақтарыңызға. Сонда чатқа жазсаңыздар болады. Телефон бар, бізде почта бар. Қазір мен көрсетемін экранда. Міне, мұнда тұрған телефон, мұны почта, жазып алыңыздар, әріптестер. Сұрақтар болса, туындап тұрса, жазып тұрыңыздар. Мынандай сұрағым бар деп көмек береміз. Мына жерде мысал үшін жаңадан келген бала логинін біледі, мысал үшін паролін білмейді. Мен логинін оның теріп мектепке уже кіргізіп қойдым. Ол бала пока авторизация етпейінше менен шықпай тұр мына жерде. Сол себептен ол не логинін білмейді, мектептен сұрасақ, мектептерде кейбіреуінде тоже айта алмай тұр. Бүйтіңіздер, біздің проблемалар болды. Біздің почтамызға жазыңыз. Мен мынандай 10 балам қабылданды, бірақ олар өздері кіре алмай жатыр деп. Біз сіздер осы бала үшін қабылдап береміз сол сұранысты жіберіп болғаннан кейін. Сосын қабылдап алғаннан кейін ол сіздердің мектептеріңізде пайда болады, және де сіздерде логин пароль беретін мүмкіндігіңіз пайда болады. Жақсы, рахмет. Әріптестер, 4 минут қалды. Можно еще вопрос? Скажите, пожалуйста, когда мониторинг у вас начнется? Дело в том, что 11 сентября только тупы утвердятся. Сейчас пока ничего не ясно, еще расписание туда-сюда пляшет. Когда мониторинг начнется? 9 будет первая выгрузка, но мы показатели сильно занизили, коллеги, поэтому насчет этого первую неделю пока не переживайте, пока есть время для того, чтобы сформировать расписание. У всех сейчас такая ситуация, мы будем проверять свои обновления по мониторингу, поэтому обновление состоится. Ана пәндер деген вкладкадағы артық пәндерді ала аламыз ба? Аласыздар, бірақ ала аламыз, өзін-өзі тану болды, солар болды ғой, бізде тұрды олар. Енді сол артық пәндерді алып тастасақ алынады ғой. Алынады да, бірақ апай қараңыз, сіз алмай қойыңыз оларды. Мысалы, менде бір рисование деген бір пәнім бар, оны жою керек. Егер сіздер оны қазір жойып тастайтын болсаңыздар, өтіп кеткен оқу жылының барлық осы пәнге қатысты деректері жойылып кетеді. Сондықтан мұнда архивный мұрағаттау деген бар функциясы. Өзін-өзін тануға кіріңіз, мына жерде мұрағатталған құс белгісін басасаңыз, сақтауды басқаннан кейін барлық пәндердің ішінде мұны рисование шықпайды, ол мұрағатта тұрады. Мұны осылай тұрады ол.
солай істей салыңыздар, жоймай қойыңыз. Жақсы, рахмет. Тағы бір сұрағым бар еді. Басқа мектептен келген баланы міндетті түрде логин паролімен тіркеу керек па, или жаңа логин пароль беруге бола ма? Мысалға біз сұрап жатамыз, бірақ көп кісілер мысалы бермей жатады да, басқа мектептікілер, ата-аналар таба алмай жатады. Сіз маған звондап чаттан біліп отырыңыз деп, бізде просто бала көп те, каждый баланы звондап сұрап отырғанда келмейтін сияқты. Шешімсіз жағдай пайда болса, мысалы ауылды жер болсаңыздар немесе өте қиын болса, онда жарайды, қосыңыздар жаңадан. Бірақ жалпы айтқанда біздің қолдау қызметі де көмек береді. Егер қандай мектеп екені белгілі сізге, қайта бізге жазғаныңыз дұрыс болады. Себебі баланың тарихы бәрі бағалармен бірге көшіп кетесіздер мектептеріңізде. Бұл дұрыс процедура болып табылады. Егер ешқандай мүмкіндік болмаса, ата-ана шықпаса, мысалы сіз бізге жазып тұрсыз, жауап жоқ болмаса, онда мұндай жағдайда жарайды, оны қоса беріңіз жаңадан. Ол қате болып саналмайды, жалпы барлығы дұрыс болу керек деп айтылатыным ғой. Жақсы, рахмет. Мұрағаттан пәнді қалай шығарамыз? Мына жерде мұрағатталған пәндерді көрсету дегенге басына мына шықты, мына жаңа рисованием. Үстіне басамын, қос белгісін алып тастаймын, сақтаймын, болды. Жақсы, рахмет. Қателесіп ауыстырған болсаңыздар, шығара аласыздар. Иә, қоя беріңіз. Әріптестер, қазір аяқтаймыз. Оқушыларға бонус жинау деген болады. Иә. Оқушыларда бонус жинау деген болып жатыр ғой. Сол неше балдан жоғары бонус жинала алады? Бал жинау бойынша қараңыздар, әріптестер, өздеріңіз ата-аналарсыздар, сондықтан халық банкпен бірге бізде мотивационный бағдарлама пайда болды. Осы қыркүйектен бастап халық изи деген банк картасын ашады. Ата-ананың өзі бала 5-ші сыныптан бастап 11-ші сыныпқа дейін оқу керек. Картаны ашқаннан кейін, картаны ашу тегін, баланың телефонында қосымша, мобильді қосымша орната аласыздар. Халық деген тіркеуден өтесіздер, тіркеу тегін, тіркелгеннен кейін бала күнделік KZ сайтына 10 деген балды алса, формативті белгінің 10, онда оған 10 балға 100 бонус түседі сол картасына. Сол бонус сол жарата алатын болады. Максималды түрде бір айға 3000 бонусты жинауға болады. Шектеу бар бірақ. Толық көрейінші дейді. Алана, айта беріңіз. Ол бонусты қолданбаса ғана жарайды бір определенный уақытта, да? Бір айдың ішінде жұмыс жасайды ол. Бір айда жарып тастау керек. 3000 бонусқа дейін жинайсыздар. Міндетті түрде 10 бал ма, әлде мысалы 8-9 деген балдар болмай ма? Міндетті түрде 10 бал қою керек па? 10 бал, иә, 9 болмайды, итоговый соч кірмейді. Тек қана 10 бал формативті белгі. Бұл шарт сондай. Жақсы, әріптестер, біздің уақыттарымыз келіп қалды. Я, мен Салтанат Мұхамеджановнаға дауыс берейін, егер мүмкіндік болса. Вебинарымызды аяқтайық. Вебинардың жазбасы міндетті түрде қолжетімді болады, және де мен жіберемін. Ол өзі кешіріңіз, сұрақ береді. айтайыншы. Бізде уақытымыз аяқталып бара жатыр, кішкене аяқтап алайық, иә. Барлық сұрақтарыңызды білім бөлімдеріне жазып жіберсеңіздер, биылғы аттестациядан өтетін мектептермен жеке-жеке жұмыс жасалатын болады. Тізімдерін алып, әр мектеппенен жұмыс жасаймыз. Көмегіміз тиеді деген ойдамыз. Сұрақтарыңыз болса қосымша жіберіңіздер, жазыңыздар, қалай толтыру керек, қателіктер кеткен болады, мысалы, ол қателіктерді қалай орнына әкелу керек болады. Сондай сұрақтардың барлығына жауап беретін боламыз. Әлиясқар қызы? Иә. Сізге көп рахмет, уақытыңызды бөліп бізге осындай жақсы мәліметтерді беріп көмектесіп жатқаныңызға. Сізге мынандай ұсынысым бар еді менің. Сентябрь басталды ғой, міне қыркүйек айында бастап бізде аттестациядан өтетін мектептер бар. Сол мектептерге көмек ретінде 90 аяғында болсын, болмаса уақытыңыз болып жатса, айына бір журналды қалай толтыру керек? Осы мәселе бойынша біз Zoom ұйымдастырып отырсақ. Иә, әрине болады. Егер сіздің атыңыздан хат жіберілетін болса, осы вебинардағыдай тура осылайша біз өткізіп берейік.
Жақсы, рахмет. Біздің зумымыз 500 адамға дейін сияды, сондықтан барлық облысты да қоса беруге болады. Бірақ менің ойымша осы биыл, осы қыркүйек айына біз өткізіп қойдық. Енді келесі айда болады шығар деп үміттенемін. Жақсы, рахмет сізге көп. Құрметті әріптестер, вебинарды өткізгенім үшін және де қатысқандарыңыз үшін үлкен рахмет сіздерге. Жаңа оқу жылдарыңызбен құттықтаймын және сәттілік тілеймін сіздерге. Сау болыңыздар. Рахмет сізге. Сау болыңыздар.